Сәлем квиз чемпиондар. Бұл математика квизінің 3-ші бөлімі. Бұл жолы сұрақтар бұрынғыдан да қиын болады. Сені 3 түнге күтеді. 15 жеңіл, 15 орташа және 10 ең қиын сұрақ. Қаншауына дұрыс жауап бере аласың? Өзіңді тексер. Оңай деңгей. 15 сұрақ. Қай сан артық? 2, 3, 5, 9, 11. Әрине, 9. 6 көбейтілген 7 қанша болады? Қырық 3 қорапта 3 шар бар. Барлығы неше шар бар? Тоғыз. 48 бөлінген 6 қанша болады? Дұрыс жауабы 8. 1, 4, 9, 16. Келесі сан қандай болады? Әрине, 25. 9 көбейтілген 8 қанша болады? Дұрыс жауабы 72. Егер бүгін дүйсенбі болса, 2 күннен кейін қандай күн? Әрине, сәрсенбі. 56-ны 7-ге бөлгенде қанша болады? Әрине, 8. Қай сан артық? 4, 8, 16 немесе 18. Әрине, 18. 2, 5, 10, 17. Келесі сан қандай болады? Әрине, 26. 7-ні 6-ға көбейткенде қанша болады? Әрине, 42. 63-ті 9-ға бөлсек қанша болады? Әрине, 7. 5-ті 8-ге көбейтсең қанша болады? Иә, дұрыс жауабы 40. 72-ні 8-ге бөлгенде қанша болады? Әрине, 9. Қай сан артық? 10, 20, 30, 25. Әрине, 25. Орташа деңгей 15 сұрақ. 1, 2, 4, 8, 16. Келесі сан қандай болады? Әрине, 32. 84-ті 7-ге бөлсең қанша болады?
Әрине, 12. Бір бөлмеде 5 шам бар. Үшеуін сөндірдің. Қаншасы жанып тұр? Әрине, 2 қалады. 12-ні 6-ға бөлсең қанша болады? Әрине, 72. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Келесі сан қандай болады? Әрине, 13. 96-ны 8-ге бөлсең қанша болады? Әрине, 12. 10 адам бір-бірімен қол алысса, қанша қол алысу болады? Әрине, 45 рет. Қайсысы дұрыс? Барлық тікбұрыш квадрат, барлық квадрат тікбұрыш, екеуі де дұрыс, немесе екеуі де қате. Әрине, барлық квадрат ол тікбұрыштар. Бір санды 2 есе арттырып, 10-ды азайтқанда 0 шықты. Ол сан қандай? Әрине, 5. 10-нан 10-ды азайтқанда 0 болады. 2, 3, 5, 9, 17. Келесі сан қандай? Әрине, 33. 144-ті 12-ге бөлгенде қанша болады? Әрине, 12. 15-ті 8-ге көбейтсең қанша болады? Әрине, бір жауап 120. 108-ді 9-ға бөлсең қанша болады? 9-ды 10-ға бөлсең 90 болады. Әрі қарай есептеп көр. Әрине, 12. 14-ті 7-ге бөлсең қанша болады? Әрине, 98. Бір адам 10 қабат үйден әр қабатқа тоқтап түседі. Барлығы қанша рет тоқтайды? Әрине, ол 9 рет тоқтайды. Қиын деңгей, 10 сұрақ. Егер 5 мысық 5 тышқанды 5 минутта ұстаса, 100 мысық 100 тышқанды неше минутта ұстайды? Әрине, 5 минутта. Егер сен 100-ден 1-ге дейін санасаң, қанша сан айтасың? Әрине, 100 сан. Қай сан артық? 6, 12, 18, 20. Әрине, 20 ғана 6-ға бөлінбейді. Егер бір тауық бір күнде бір жұмыртқа берсе, 10 тауық 10 күнде қанша жұмыртқа береді? Әрине, 100 жұмыртқа. Бір санды квадраттап
9-га тең болот. Сол сан кандай болушу мүмкүн? Әрине, 3 немесе минус 3. Егер 3 адам 3 күндө 3 жұмыс істесе, 6 адам 6 күндө қанша жұмыс жасайды? Егер үлгермесең, тоқтатып есептесең болады. Әрине, 12 күн. 100-ді 10 көбейтілген 2-ге бөлсең қанша болады? Бірінші, жақшаның ішіндегі есепті шешіп ал. Әрине, 10 бөлінген 20 тең 5. 38, 2, 4, 7, 11, 16. Келесі сан қандай? Әрине, 22. Егер бір санның жартысы 20 болса, толық сан қанша болады? Әрине, 40. Бір санды 3 есе арттырып, 6-ны азайтқанда 9 шықты. Ол қандай сан? Әрине, ол 5.